Алматы технологиялық университеті, биотехнология және химиялық технологиялар факультеті, қолданбалы биотехнология кафедрасы. Курстың атауы функционалдық тамақ өнімдерін құрудың биотехнологиялық негіздері. Қауымдастырылған профессор Желдібаева Айнұр Амангелдиновна. Дәріс 5. Функционалды тамақ өнімдерін жасаудың биотехнологиялық принциптері. Дәріс мазмұны: негізгі биотехнологиялық процестер, фермент өндірісі, функционалды өнімдердегі қолданбалар. Функционалды тамақ өнімдері. Функционалды тамақ өнімдерін өндірудегі биотехнологиялық процестерге микроорганизмдерді және олардың ферменттерін бағалы компоненттерді, пробиотиктер, витаминдер, органикалық қышқылдар өндіру үшін пайдалану және олардың денсаулыққа пайдасын арттыру үшін өнімдерді өзгерту. Мысалы, пробиотикалық сусындарды жасау үшін ашыту немесе пайдалы микроэлементтермен дәнді дақылдарды байыту керек. Қолданудың негізгі бағыттары: жеке заттарды алу үшін биотехнологиялық әдістерді қолдану және спирт, шарап, сыра, нан өндірісі сияқты қолданыстағы процестерді күшейту болып табылады. Негізгі биотехнологиялық процестер. Биотехнология процесс бұл тірі организмдерді немесе олардың компоненттерін пайдалана отырып адамға қажетті өнімдерді алу технологиясы. Қазіргі заманғы биотехнология медицина, ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәсібіндегі ең күрделі мәселелерді шешуге бағытталған. Биотехнологиялық өндірістің кезеңдері. Дайындық кезеңі. Бұл кезеңде өндірістің іргетасы қаланады. Оған қоректік ортаны дайындау, барлық жабдықтар мен материалдарды стерилизациялау және өндірістік микроорганизмнің таза дақылын өсіру жатады. Ферментация немесе биосинтез бұл бүкіл технологиялық өзегі негізгі процесс биореакторлардың ішінде жүреді. Мұнда микроорганизмдер қоректік заттарды тұтынып, мақсатты өнімді бөліп шығарады. Биореактор ішінде температура, pH деңгейі және оттегі мөлшері қатаң бақыланады. Өнімді бөліп алу және тазарту. Биореактордағы процесс аяқталғаннан кейін пайдалы өнімді қоспалардан ажырату керек. Бұл кезде фильтрация, экстракция және хроматография сияқты әдістер қолданылады. Соңында өнім кептіріліп, қолдануға дайын қалыпқа келтіріледі. Биотехнологиялық процестің түрлері. Пайдаланылатын нысандарға қарай процестер келесі бағыттарға бөлінеді.
Микробиологиялық синтез. Бактериялар мен ашытқы санақуақтарын пайдаланып амин қышқылдарын, дәрумендерді және антибиотиктерді алу. Гендік инженерия. Тірі организмнің ДНК құрылымына өзгеріс енгізу арқылы жаңа қасиеттерге ие өнімдерді алу. Мысалы, адам инсулинін бактериялар арқылы өндіру. Жасушалық инженерия. Өсімдік немесе жануар жасушаларын жасанды ортада өсіру арқылы бағалы заттарды синтездеу немесе жаңа сорттарды клондық көбейту. Инженерлік энзимология. Оқшауланған ферменттерді катализатор ретінде пайдалану. Маңызы мен қолданылуы. Биотехнологиялық процестердің арқасында бүгінде медицинада вакциналар мен гормондар, ауыл шаруашылығында зиянкестерге төзімді дақылдар мен биотыңайтқыштар өндіріледі. Сонымен қатар, экологиялық бағытта ағынды суларды биологиялық тазарту және биодеградацияланатын пластиктер алу процестері қарқынды дамып келеді. Пробиотиктердің негізі ашыту. Микробтық ферменттердің көмегімен органикалық заттардың қарапайым қосылыстарға айналуы. Бұл процесс ашытылған сүт өнімдерін, маринадталған көкөністерді және басқа ашытылған тағамдарды өндіру үшін кеңінен қолданады. Фермент өндірісі. Тамақ өнеркәсібінде өнімдердің құрылымын, дәмін немесе сақтау мерзімін жақсарту үшін қолданылатын ферменттік препараттарды өндіру үшін микроорганизмдерді пайдалану. Пробиотикалық өндіріс ас қорыту және жалпы денсаулықты жақсарту үшін функционалды тағамдарға қосылатын бифидобактериялар мен лактобактериялар сияқты пайдалы микроорганизмдерді өсіру. Функционалды өнімдердегі қолданбалар. Пробиотикалық өнім өндіру. Ішек денсаулығын жақсарту үшін пайдалы бактериялармен байытылған йогурт және айран сияқты ашытылған сүт өнімдерін пайдалану. Азық-түлікті байыту. Әртүрлі тағамдарға биотехнология арқылы алынған витаминдерді, минералдарды немесе басқа биоактивті қосылыстарды қосу. Пребиотикалық өнімдерді құру. Пробиотикалық микрофлораның өсуіне ықпал ететін ішектегі пайдалы микроорганизмдер үшін тағам ретінде қызмет ететін басқа субстраттарды ашыту. Функционалды тағамдар. Пробиотикалық тағам ГОСТ бойынша құрамында физиологиялық функционалды тағамдық ингредиент ретінде асқазан ішек жолдарының микрофлорасын қалыпқа келтіру арқылы адам ағзасына пайдалы әсер ететін адамға пайдалы тірі микроорганизмдердің арнайы оқшауланған штамптары бар функционалды тағамды өнім.
Пробиотиктер адамның қалыпты микрофлорасының өкілдеріне негізделген. Пробиотиктердің емдік профилактикалық тиімділігін ұзақ мерзімді клиникалық бақылаулар құрамында бифидобактериялары барлар ұзақ уақыт қолданған ең аз жанама әсерлерге ие екенін көрсетеді. Қазіргі уақытта бифидобактериялардың 32 түрі белгілі. Оның 3-еуі осы тұқымдасқа соңғы жылдар ғана қосылды. Бифидобактериялар. Бұл микроорганизмдер алғаш рет 1899 жылы нәрестелердің нәжісінен бөлініп алынды. Бұл грамм 10 анаэробты спора түзбейтін таяқша тәрізді полиморфты бактериялар. Кейіннен бұл микроорганизмдер сау нәрестелердің ішек микрофлорасының 99%-ын құрайтыны және ересектердің тоқ ішек микробында көп мөлшерде болатыны анықталды. Ас қорыту жолындағы осы бактериялардың жоғарғы жиілігіне сүйене отырып, Мечников пен Генри Тиссе бифидобактерия препараттарын ішек дисфункциясы бар науқастарда 1905 жылдың басында қолдануға тырысты. Көп жылдан еңбектің нәтижесінде 1905 жылдың аяғында адам тектес бифидобактериялардың алғашқы отандық коллекциясы жасалды. Бифидобактерия ішек микробиомасын сақтауда және қалыпқа келтіруде организмнің спецификалық емес төзімділігін сақтауда, ақуыз дәрумендер мен минералдар алмасуын жақсартуда жетекші рөл атқарады. Құрамында бифида бар пробиотиктер мен функционалдық тағамдардың келесі жағдайларда профилактикалық және емдік әсері бар екені белгілі. Әртүрлі шыққан асқазан ішек жолдарының микроэкологиялық бұзылыстары. Дисбактериоз. Жыныс мүшелерінің микроэкологиялық бұзылыстары. Вагиноз. Жұқпалы асқыну қаупі бар жүкті әйелдерді пренатальды дайындау. Шала туылған нәрестелер. Жедел ішек инфекциялары. Іш қату, гастрит, аллергиялық аурулар, қант диабеті, ісектер және лейкоздар, гиперхолестеринемия, ауруханашілік инфекция. Пробиотиктерді және функционалды тағамдарды, әсіресе пробиотиктерді қолданудың қарқындылығы мен ауқымы соңғы жылдары айтарлықтай өсті. 1990 жылдан басында белгілі жапондық компания бифидобактериялардың жасуша қабырғаларының ісекке қарсы жоғары белсенділігі туралы мәліметтерді жариялады. Бұл белсенділік осы микроорганизмдердің адам мен жануарлардың асқазан ішек жолдарында потенциалды канцерогендік заттардың өту уақытын қысқарту, ішек құрамындағы прокаретиногендердің канцерогендерге айналуына ықпал ететін микробтық ферменттердің деңгейін төмендету қабілетімен түсіндіріледі. Бифидобактериялардың адам ағзасына тізбеленген потенциалды оң әсерлі көбінесе нақты бактерия штамдарының сипаттамаларына және ішек құрамындағы осы бактериялардың мөлшеріне байланысты екені анық. Белгілі бір бифидобактерия штамының тиімділігі туралы соңғы нәтижелердің алдын ала мұқият зерттеулерден кейін ғана анықтауға болады. Назарларыңызға рахмет.